55 жылдан астам уақыт бойы нөмірі 22-ші мамандандырылған өрт сөндіру қызметі Теміртау қаласының аумағында құтқару жұмыстарын жүргізіп келеді. Бүгінде бригада құрамында 85 адам қызмет етеді. Күнделікті ауысымда шамамен 20 құтқарушы жұмыс істейді. Бұл күзет басшысы, диспетчер, жүргізушілер, екі команда жетекші және өрт сөндірушілер. Наши действия в первую очередь это выехать на пожары. Біздің басты мақсатымыз еліміз үшін ең қымбат қазына, адам өмірін сақтау, өрт оқиғаларын ауыздықтау, салдарымен, себебімен күресу. Ұзақ жылдар осы салада еңбек еткен маман ретінде, әрбір өрт сөндірушінің жүрегінде отансүйгіштік сезім болған күнде ғана өрт апаты азаяды деп ойлаймын. Ақ жол ақшалары бар үлкен қызыл жүк көліктері, ешқандай таныстыруды қажет етпейтін көлік құралдары, үй, қойма, зауыт тағы сол сияқты үлкен ғимараттар мен орманды алқаптар өртене бастаса, көптеген көліктер. Сонымен қоса өзге де қауіпсіздік техникалар жөнелтіледі. Кей жағдайларда тікұшақтың да көмегіне жүгінетін кездер болады. Теміртаудағы әрбір өрт бөлімінің өздеріне тиесілі аумағы бар. Кей кездері өрт сөндіру базалары бір-бірімен тілсіз жауды ауыздықтауға көмектесіп жатады. В 2017 году на своем практике знаю, 1 января, когда поступило сообщение, что при сильном буране на трассе Теміртау-Осакаровка. Есімде, 2017 жылы қыс кезінде қатты боран тұрып, Теміртау-Осакаровка тас жолында 19 көлік жолда тұрып қалған болатын. Қар астында қалған 21 адам, 4 баланы құтқарып алдық. Осы кезде біздің өрт сөндіру техникаларымыздың арқасында бәрі дер кезінде аяқталды деп ойлаймын. Аталмыш өрт сөндіру тобының құрамында 5 цистерна, 1 саты және қосалқы қару-жарақтар бар. Сондай-ақ әр экипаждың орындықтарында жеке құрал жабдықтар жиынтығы бар. Бұл автокөлікте отырған өрт сөндірушілерге өз уақытын үнемдеуге көмектеседі. Есть еще у нас техника, который был врученным 2016 года. Бізде сондай-ақ қарлы боранда да, дауылды кезеңде де еш қиындықсыз жүре алатын 6 дөңгелекті көлігіміз бар. Бұл көлік бізге 2016 жылы әкелінген. Өрт сөндіру сынды жауапты да қатерлі жұмыстардың да жүрген ұжым мүшелерінің еңбегі қай жақтан болса да құрметке лайық. Халық өрт тілсіз жау деп тегін айтпаған. 19 қазан құтқарушылар күні ретінде өрт сөндіру мамандарының кәсіби күні болып белгіленген. Бірі білсе, бірі білмейтін бұл атаулы күннің маңыздылығы зор. Во время сутки есть распорядок дня, что проводятся занятия теоретические, также физические. Бір тәулік ішінде қызметкерлер дайындалады. Теориялық негізде сабақтар өтеді. Жазғы маусымда кешкі уақыттарда олар футбол, теннис ойнайды. Сондай-ақ оларда дайындалатын арнайы жаттығу залдары да бар. Нағыз өрт сөндіруші шаршауды әрі қолымдан келмейді деген сөзді білмейді. Тәуліктің кез келген уақытында, тіпті аптап ыстық пен қақаған аязда, ол отқа да суға да түседі. Өрт сөндірушілерде жауынгерлік есеп деген ұғым бар. Бұл ұғым өртке қарсы күресетін өрт сөндірушілер командасының өз есептеріне қашанда 100% әзірлікте болу керектігін айшықтайды. Осылайша жүктелген жауапкершілікті арқалаған жандар үшін құтқару, көмектесу деген мақсат күн сайын бірінші орында тұрады. Этот праздник, он, я думаю, имеет большое значение для каждого пожарного, для каждого офицера. Бұл мереке мен үшін де, басқа құтқарушылар үшін де маңызды. Біз ең қиын әрі жауапты қызметті атқарамыз. Адамдардың өмірін ажал аузынан аман алып қаламыз. 19 қазан күні Теміртаудағы барлық құтқарушылар өздерінің кәсіби күндерін атап өтетін болады. Олар аталмыш мерекемен барлық әріптестерін, осы салада қызмет істейтін жандарды құттықтайды. Всех коллег, горожан поздравляю с наступающим праздником. Барлық әріптестерімді, қала тұрғындарын келе жатқан құтқарушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас с наступающим Днем Спасателя. Құрметті әріптестер, келе жатқан құтқарушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңізге береке тілеймін. Отбасыларыңызға бақыт пен береке, жақындарыңызға ұзақ ғұмыр тіледім.